Ата, бұл жер неге осындай? Мұнда не болған? Балам, бұл жерде бұрын алып Каспий теңізі болатын. Бұл теңіздің толқындары таудай болып жататын. Толқындар қаладағы тастарға соғылатын. Әке, қара шартта теңізге барайықшы, өтініш. Барамыз. Мен балықшы едім. Күшім жетпей жатыр. Анау жатқан кемелерді біздің кемелер. Мен Каспий теңізін құтқарамын. Мен теңізді қайта суға толтырамын. Балам, бұл оңай емес. Онда көп оқы. Білім ал. Қалым бол. Иә, ата. Мен әлемді таң қалдыратын ғалым боламын. Балам, білімді әрі адал ғалым бол. Әумин. Су дағдарыстарының алдын алу үшін үйлестірілген іс-қимыл инвестициялар мен тұрақты шешімдер қажет. Каспий теңізінің тағдыры шекарасымен шектесіп жатқан мемлекеттердің бірлескен іс-қимылына тікелей байланысты болғанымен, нақты нәтижеге жету үшін халықаралық деңгейдегі белсенді үйлестіру қажет. Аса құрметті ғалым мырзалар, мен бүгін әлем ғалымдарының алдында өз жобамды қорғауға шықтым. Менің жобам Каспийді қайта суға толтырып, оны канал арқылы мұхитпен жалғау. Жоба жүзеге асқан жағдайда Каспий теңізі мұхитпен байланысып, нағыз теңізге айналады. Бұл жоба Каспийдегі балықтар мен тіршілік иелеріне зиян келтірмейді. Ал канал құрылысына кеткен шығын бірнеше есе қайтарылады. Дүниежүзілік экологияны қорғау қорынан да қаржы аламыз. Болмаса, жер планетасына қауіп төнеді. Бұл үлкен жоба шамамен 50 миллиард доллар кетеді. 5 мемлекет бөліп төлеуге болады. Құрметті ғалымдар, менің ғылыми жобама қолдау білдіресіздер деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Қара теңіздің суы өте тұзды. Онда арнайы сүзгі жүйесін жасаймыз. Қара теңіз бен Каспий теңіз арасына канал жасау керек. Арақашықтық 650-700 километр. Мен бұл жерді суға толтырамын.
Айсұлтан балам, сен мені құтқардың. Мен саған ризамын. Балам, сен менің ғана емес, әлем халқының арманын орындадың.